Сәлеметсіздер ме балалар? Бүгінгі біздің сабағымыздың тақырыбы мәліметтер қорымен жұмыс істейтін компоненттер. Мәліметтер қорымен жұмыс істейтін компоненттер C+ Builder бағдарламасында келесі парақтарда орналасқан. Ол Ado парағына Ado Connection және Ado Table компоненті. Ado Connection ол сервермен байланыс жасау үшін, яғни мәліметтер қорына қатынау жасау үшін қолданылса, Ado Table компоненті кез келген мәліметтер қорының кестесіне қатынау үшін қолданылады. Сонымен қатар Data Controls парағынан dbGrid және dbNavigator компоненттерін қолданамыз. dbGrid компоненті деректерді кесте бетіне шығару үшін арналған. dbNavigator компоненті кестедегі мәліметтерді редакциялауға мүмкіндік береді. Және де Data Access парағында орналасқан Data Source компонентін қолданамыз. Ол деректер жиынтығын визуалды компоненттермен байланыстыруды жүзеге асыратын аралық элемент болып табылады. Енді осы барлық компоненттерді қолданып, келесі қосымшаны жасап көрейік. C+ Builder бағдарламасы жүктелуде. Бағдарлама ортасына мәліметтер қорымен жұмыс жасайтын компоненттерді орналастырамыз. Жоғарыда айтып кеткендей, Ado парағынан Ado Connection және Ado Table батырмаларын орналастырамыз. Бұл компоненттер Microsoft Office Access бағдарламасында құрастырылған мәліметтер қорына қатынау жасайды. Яғни, мәліметтер қорына қатынау жасау үшін Ado Connection батырмасын басу арқылы Connection Street қасиетінің мәнінен пайда болған терезеден біз Access бағдарламасына қатынау жасаймыз. Яғни, драйверді Microsoft Jet Ole DB Provider деп таңдау арқылы біз сақталған мәліметтер қорымызға қатынау жасаймыз. Көріп отырғандарыңыздай қатынау жасалынды. Келесі Connected қасиетінің мәні True деп береміз. Пайда болған терезе, яғни логин пароль көрсету үшін арналған терезені қайта-қайта шықпас үшін біз логин промптың мәнін False деп береміз. Келесі компонент Ado Table компоненті. Ado Table компонентін біз Ado Connection компонентімен байланыстырамыз. Яғни кесте шығу үшін бізге Connection'ды Ado Connection'мен байланыстырамыз. Және де Microsoft Access-тегі кестенің атын таңдаймыз. Яғни ол бізде топ деп берілген. Активтің мәнін True деп береміз. Ол C+ Builder'дағы dbGrid компонентіне шығу үшін. Келесі парақ бізде Data Controls парағынан dbGrid және dbNavigator компонентін орналастырамыз. Сонымен қатар Data Access парағынан Data Source компонентін орналастырамыз. Енді осы барлық компоненттерді бір-бірімен байланыстырайық. dbGridті шерту арқылы біз Data Source қасиетінің мәнін Data Source 1 деп береміз. dbNavigator арқылы Data Source 1 деп береміз. Және де ең соңғы компонентімізді қасиетін байланыстырақ, Ado Table-мен байланыстырамыз. Көріп отырғандарымыздай, Access-те құрастырылған мәліметтер қорымыз пайда болды. Яғни, бұл мәліметтер қорымен арғарай жұмыс жасау үшін біз Run батырмасын басамыз. Батырмасын басқаннан кейін біз мәліметтер қорымен жұмыс жасай аламыз. Яғни, алдымызға Access бағдарламасында құрылған кесте пайда болды. Бұл кестедегі тізімдерді біз алдыға, артқа жылжыта аламыз dbNavigator арқылы. Сонымен қатар белгілі бір тізімдерге біз жаңадан тізім қоса аламыз. Мысалы, қуат меруерт деп қосайық. Мекен жайы 6-шы микрорайон, 5-ші үй деп. Жаңадан мәліметтер қосылды. Бізде тізімге қосылған мәліметтер Access бағдарламасында құралған мәліметтер қорына түсіп отырады. Сонымен қатар берілген тізімнен біз мәліметтер қорын өшіріп отыра аламыз. Мысалы, бастапқыда бізде жалғас бек Айнұр болған. Жалғасбек Айнұрды өшіру үшін біз
delete батырмасын басамыз. Көріп отырғаныңыздай мәліметіміз азайды. Сонымен қатар қуат меруерт деген мәлімет бізде қосылды. Енді осы мәліметтің қосылған-қосылмағанын білу үшін біз Access бағдарламасына барамыз. Сақталынған Access бағдарламасын ашамыз бастапқыда. Ол съемный дискте сақталынған, яғни базадан MD форматында көрейік енді. C++ Builder'да жазылған бізде мәліметтер қоры, қуат меруерт, мұны көріп отырғандарыңыздай, әр жазылған тізім бізде Access бағдарламасында жаңағы сақталынып отырылады.